Мына кадрларға бір сәт назар аударыңыздаршы. Испандықтар қолдарына су шашатын тапанша алып, туристерді мейрамханалардан тура мағынасында қуып шығып жатыр. Бір қарағанда бұл нағыз экономикалық суицид сияқты. Ел қазынасына миллиардтаған еуро құйып отырған адамдарды бүркітіп па етеді. Бірақ бұл абсурдтың артында сұмдық шындық жатыр. Дәл қазір испан жастарының тең жартысы шетелге бір жола көшіп өтуді армандап, түйіншектерін түйіп отыр. Оларды да түсінуге болады. Далада қалмау үшін ғана тапқан табысының 75%-ын біреуге санап беру күнге оңай дейсіз. Мемлекет өз қолымен тұтас елді алып, VIP курортқа айналдырды. Ал жергілікті халыққа тек үндемей қызмет ететін даяшының рөлі ғана бұйырды. Ең қорқыныштысы не, білесіз бе? Көз алдымызда климаттың өзгеруі. Испания аумағының 75%-ын өртеп, өлі шөл далаға айналдырып барады. Жер құрғақшылықтан жарылып жатқанда, үкімет бүкіл бюджеттің 60%-ын тек зейнеткерлерді асырауға жұмсамақшы. Қаптаған туристер мен қайнаған ыстық Еуропаның 5-ші экономикасын қалайша тұңғиыққа тартып барады? Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз бәрінің бетпердесін сыпырамыз. 16 ғасыр. Испания Америкаға басып кіріп, үлкен олжаға қарық болады. Тау-тау алтын мен күміске кенереді. Потоси кеніштерінен Еуропаға лық толы кемелер ағыл жатты. Испан королі бұрын соңды адамзат көрмеген байлыққа белшесінен батып, ал олардың песосы тарихтағы ең алғашқы жаһандық валютаға айналды. Ақшаның көптігі сонша, олар қатарынан бәрімен Англия, Франция, Голландия, тіпті Осман империясымен соғысуға шамасы жетті. Міне, мағыз тарихи джекпот. Бірақ испандықтар жеңіс тойын тойлаудың орнына тарихтағы ең ақмақ әрі өлімге әкелетін экономикалық тұзаққа өз аяқтарымен барып түсті. Бұл қақпанның қалай жабылғанын қараңыздар. Елге оңай ақша суша ағылып, бірақ нақты өндіріс өспеген кезде жарылыс болады. Сұмдық гиперинфляция басталды. Испанияның ішіндегі қарапайым нан, киім мен құрал сайманның бағасы аспанға ұшып кетті. Сол кезде жергілікті элитаның басына данышпан ой келеді. Күмісіміз таусылмайтын болса, өз қолымызбен кетпен шауып, мата тоқып, құс соғып қайтеміз. Бәрін шетелден сатып ала саламыз ғой. Сөйтіп олар бәрін жаппай сатып ала бастады. Өз технологиясына инвестиция құюдың орнына Испания ештеңеге тоймайтын алып тұтынушы құрдымға айналды. Қаражатын көршілеріне шаша отырып, олар өздерінің ең басты геосаяси жауларының өнеркәсіптік төңкерісін өз қолдарымен қаржыландырып берді. Ал кейін алтын бұлағы сарқылды. Отарланған елдер көтеріліске шығып, бөлініп кетті. Шаң басылғанда Испания тақырға отырып қалғанын бірақ түсінді. Жарқыраған империялық сауыттың астында түкке тұрғысыз бостық жатқаны әшкере болды. Нөл өндіріс, нөл технология, толық деградация. 20 ғасырда алпауыт мемлекеттер екі дүниежүзілік соғыста ғаламды бөлісіп жатқанда, азаматтық қақтығыстардан қалжыраған испандықтардың әлсірегені соншалық, ешқандай процеске физикалық тұрғыда араласа алмады. Оларға өзінің жаңа алтын, тамаша климат, теңіз жағажайлары мен арзан тамақты табу үшін ондаған жылдарға созылған ауыр дағдарыстан өтуге тура келді. Бірақ бұл тарихта ең қорқыныштысы не екенін білесіз бе? Арада 500 жыл өтсе де, олар ешқандай сабақ алмаған. Дәл қазір көз алдымызда Испания баяғы жартас. Сол жартас тарихи қателігін қайтадан қайталап жатыр. Олар тағы да ешқандай өнім өндірместен қолда бар ресурстарын сатып күнелтуде. Ал бұл жаңа джекпот дәл қазір қарапайым испандықтардың өмірін нағыз тозаққа айналдыруда. Мына кадрларға тағы да қараңызшы. Бұл радикалдардың шеруі емес, бұл туристерге жоғалыңдар бұл жерден деп жалынған кәдімгі испандықтар. Ақылға қонымсыз көрінеді, солай ма? Қазынаңызға өз еркімен миллиардтаған еуро әкеліп жатқан адамдарда қуып шығудың не керегі бар? Бүкіл мәселе баспанада. Испанияда керемет климат, арзан тамақ пен керемет жағажайлар бар. Бір күні үкіметтің басына тағы бір керемет идея келді. Зауыт салып, күрделі экономиканы дамытып, неге қиналуымыз керек? Одан да бүкіл елді жалға бере салайық. Оны алып, VIP шпажайға айналдырайық та, жергілікті жастарды құқықсыз қызметші етіп қояйық. Сөйтіп олар алтын виза бағдарламасын ойлап тапты. 500 мың еуроға вилла сатып алды, Еуропада тұру ықтиярғатын қалтаңа бас. Оның үстіне бай экспаттар мен цифрлық көшпенділерге майлы салық жеңілдіктерін қосып берді. Және бұл жоспар жұмыс істеді. Байлар ағылып келе бастады. Бірақ олар экономиканы көтерген жоқ. Олар оны жай ғана сатып алды. Бағдарлама 4 миллиард еуродан астам табыс әкелді. Бірақ қарапайым испандықтар үшін бұл джекпот нағыз сұмдыққа айналды. Макроэкономикада бұны қатыгездік пен географиялық арбитраж деп атайды. Көз алдыңызға Малагаға, теңіз жағасына көшіп келген лондондық бағдарламашыны елестетіңізші. Ол өзінің 8-ден 10 мың долларға дейін сол жақта тауып, мына жақта жұмсайды. Енді оның қасына жас испандықты қойыңыз. Ол университетте маңдай терін төгіп оқыды. Дәрігер немесе инженер болып жұмыс істейді. Бірақ алатын ең жоғарғы айлығы 1500 еуро.
Ол британдықтың пәтер жалдау құнын қалай басып оза алады? Ешқалай. Жылжымайтын мүлік иелері бәрін тез есептеп алды. Жергілікті отбасыға тиын-тебенге үйді жалға берудің не қажеті бар? Оларды далаға қуып шығамыз. Ең арзан жиһазды қоямыз да, туристерге тәулігіне 3 есе қымбатқа жалға береміз. Нәтижесінде қалалардың тарихи орталықтары тазартылды. Испандықтарды, үндістер сияқты, өздерінің туған қалаларының шетіндегі резервацияларға қуып тықты. Пәтерлер өмір сүретін орын болудан қалып, олар жаһандық капиталдың жансыз инвестициялық активіне айналды. Мына бір сұмдыққа ой жүгіртіңізші. Соңғы 10 жылдың ішінде Испанияда баспана бағасы 78%-ға қымбаттаған. Ал орташа жалақы болмашы 14,5%-ға ғана өскен. Апаттың ауқымын түсініп тұрсыз ба? Төбеңіздегі шатырдың бағасы адамдардың табысынан 5 есе жылдам өсіп кетті. Және мұның бәрі жастар арасындағы жұмыссыздық онсыз да қорқынышты 25-тен 28%-ға дейін құрап отырған елде болып жатыр. Осының бәрі кез келген мемлекеттің түсіне де кірмейтін ең қорқынышты тізбекті реакцияны іске қосты. Испания өз жастарынан қарқынды түрде айырыла бастады. Ақылды әрі жас буынның алдына қатаң ультиматум қойылды. Сен не, 35 жасқа дейін ата-анаңның үйіндегі балалар бөлмесінде отырып, туристерге коктейль тасисың, немесе чемоданыңды жинап, саған лайықты ақша төлейтін шартты Германияға тайып тұрасың. Мына математиканы қараңызшы. Жай ғана кішкентай бөлме жалдау үшін жас испандық өзінің таза жалақысының 75%-ын беруге мәжбүр. Бұл жерде біз Еуропадағы коммуналдық қызметтердің удай қымбат шоттары туралы үндемей-ақ қояйық. Сонда не қалды? Өмір сүруге айына мардымсыз 200-ден 300-ге дейін еуро қалады. Олардың бағасымен бұл тіпті кедейлік те емес. Бұл акциямен алынған макаронмен жан бағудың қатаң режимі. Иронияның шегі жоқ. Ел бай жалқауларды топ-тобымен импорттап жатыр да, өз хирургтары мен инженерлерін экспортқа жөнелтуде. Шын мәнінде тұтас мемлекет өз еркімен бөтен әмияндар үшін алып демалыс базасына айналды. Ал жергілікті қызметкерлер өздеріне тіпті ит байлайтын күрке жалдауға да шамасы келмейді. Егер Испанияда туу көрсеткіші қалыпты болғанда, бұның бәрі мұншалықты трагедияға ұласпас еді. Қазір 65 жастан асқан қарттар, әрбір 5-ші тұрғын шамамен 20,5%. Әзірге шыдауға болатындай көрінеді. Экономика әзер болса да сүйреп келеді. Бірақ болашаққа көз жүгіртейікші. Спойлер, Евростат графиктері Испания ресми түрде бір шексіз қарттар үйі болып қайта аталуды шешкендей әсер қалдырады. Ұлттық статистика институт мен Евростаттың болжам бойынша 2050 жылға қарай зейнеткерлердің үлесі тарихи шектен асып 30,5%-ға жетеді. Яғни, елдің әрбір 3-ші тұрғыны еңкейген қарт болады. Бірақ экономика үшін зейнеткерлердің пайызы емес, демографиялық жүктеме индексі маңыздырақ. Яғни, қанша жұмыс істейтін жастардың бір қартты асырауға мәжбүр екендігі. Аналитиктердің болжамынша 2050 жылға қарай әрбір 10 жұмыс істейтін испандыққа 7,5 зейнеткерден келеді. Цифр тілімен айтқанда бұл мемлекеттік ақшаның 60%-ға жуығы тек егде жастағы халықтың өмірін сақтауға кетеді деген сөз. Егер биліктің жасырын жоспары шын мәнінде елді өз азаматтары тегін қызмет көрсететін элиталық геронтологиялық орталыққа айналдыру болса, бинго, олар дәл бағытпен келе жатыр. Бірақ бұл ақылға сыймайтын сұмдықтың ең басты шиесі әлі алда. Испания күн мен жағажайларда өзінің басты экономикалық қозғалтқыш етті. Бірақ жаһандық жылынудың қазіргі қарқынымен Еуропаның оңтүстігі көз алдымызда Сахараның элиталық филиалына айналып барады. Ел түпкілікті ыстық пешке айналғанда не болады? Туристер жай ғана чемодандарын жинап тайып тұрады. Өйткені суы мүлдем тартылып қалған VIP шпажай кімге керек? Ал климаттың испан экономикасының табытына соңғы шегені қалай қағатын туралы келесі бөлімде сөйлесеміз. Испаниядағы жаһандық жылыну енді экобелсенділердің ертегісі емес. Ел қазірдің өзінде өз әмиянына ауыр соққы алуда. 2024 жылы Кайшабанк сарапшылары жан түршігерлік статистиканы жариялады. Туристердің шығыны тікелей термометрге байланысты екен. Температура жайлы плюс 21 градус Цельсийден төмен болған жерлерде бизнестің кірісі 45%-ға шарықтаған. Бірақ термометр бағанасы плюс 25 градус Цельсийге асанған сәтте өсім 35%-ға дейін құлдыраған. Ойлап көріңізші, небәрі 4 градус айырмашылық табыстың 10%-ын жұтып қояды. Және бұл қисында аяқ астындағы асфальт еріп жатқанда есі дұрыс адам кәдесый сатып алуға немесе верандада отырып паэлья жеуге барама. Бұл сандардан испандық ательерлердің жүрегі айниды. Жерорта теңіз аймағы планетаның басқа бөліктеріне қарағанда 20%-ға тезірек қайнап жатыр. Басты туристік магнит саналатын Андалусияда жаз қазірдің өзінде тозақтық 44-тен 45-ке дейін градусты тұрақты түрде көрсетіп тұр. Бұл енді босаңсытып қоятын жағажайдағы демалыс емес, бұл тірі қалуға арналған тест. Және бұл жылу зеңбірегі туристердің елде қалу құлшынысын қазірден ақ жойып жатыр.
Егер алтын саналатын 2015-тен 2019-ға дейін жылдары шетелдіктер мұнда толыққанды 10 күн демалатын болса, бүгінде 2026 жылы демалыс мерзімі 6,5 күнге дейін күрт қысқарды. Ал 2035 жылға қарай аналитиктер бұл көрсеткіш апатты түрде 4 күнге түседі деп отыр. Бұл нені білдіреді? Испания әрбір келген туристен түсетін табыстың 50%-на дейін жоғалтады. Баяғы табысты сақтап қалу үшін олар енді қысқа мерзімге 2-3 есе көп адам әкелу керек. Демек, жергілікті тұрғындар Барселона көшелеріндегі бұл тобырға қарсы тұру үшін су шашатын тапаншаларды 3 есе көп сатып алуына тура келеді. Бірақ ыстық бәленің жартысы ғана. Оның артынан қатаң құрғақшылық келді. Каталония ресми түрде ТЖ режимін жариялады. Ішкі су қоймалары тартылып, критикалық 16%-дық шекке жетті. Жардай абсурдқа дейін барды. Билік көлік жууға және жеке бассейндерді таза сумен толтыруға ресми түрде тыйым салды. Ал енді бай экспаттың түрін елестетіп көріңізші. Ол алтын виза арқылы виллаға 1 миллион евро санап берді, бірақ бассейннің орнына бос бетон шұңқырға қарап, душқа таймермен түсуге мәжбүр. Экологтар болса үрейді ұлғайтып жатыр. Бұл жай ғана сәтсіз жыл емес, бұл жаңа шынайылық. Ресми мәліметтер бойынша дәл қазір Испания аумағының 75%-ы тіршіліксіз шөл далаға айналудың алдында тұр. Міне, осы жерде қақпан бір жылға жабылады. Ең маңызды детальді ұмытпаңыз, Испания аграрлық ел. Мұндағы барлық тұщы судың 80%-ын ауыл шаруашылығы ішеді. Су қоймалары тақырға таянғанда үкімет алдында шешілмейтін қатыгез таңда отырады. Соңғы тамшы суды кімге беру керек? Егінді аман алып қалып, елді тамақсыз қалдырмау үшін фермерлерге ме, әлде туристік маусымды құтқару үшін отельдердің бассейндеріне құю керек пе? Екеуін қатар істеу физикалық тұрғыдан мүмкін емес, және жыл өткен сайын бұл таңдаудың тұзағы барлық жағынан қысып барады. Қорытындылай келе ашығын айтайық. Испания мінсіз дауылдың эпицентрінде қалды. Елді ондаған жылдар бойы асырап келген шуақты жұмақ моделінің дәурені бір жылы өтті. Климатты бұдан былай сата алмайсың, ол төзгісіз болып барады. Елді экспаттарға жалға беру өз жастарын ығыстырып шығаратын өте ауыр қателік болып шықты. Ал арзан қызмет көрсету саласына жабысып айырылмау, жақында бүкіл бюджетті тек зейнеткерлерге жұмсауға тура келгенде нағыз суицидпен тең. Егер үкімет шұғыл түрде туристік инеден түсіп, нақты өндіріс пен технологияларға инвестиция құюды бастамаса, кезіндегі ұлы империяны бұрын-соңды болмаған коллапс күтіп тұр. Ол жұмыс істейтін адам таптырмайтын, бос отельдер бар, күн қақтаған алып шөл далаға айналу қаупінің алдында тұр. Сүйікті тарихи қателігін қайталамауға әлде мүмкіндік бар, бірақ уақыт сырғып барады. Ал әрбір жаңадан тартылған су қоймасымен бірге құтқарылуға берген уақытта азайып келеді.